Соңғы жауған нөсер салдарынан Қырғызстандағы Киров су қоймасында су мөлшері шекті деңгейге жетіп қалған. 550 миллион текше метрге арналған су қоймасында бүгінгі таңда су мөлшері 533 миллион текше метрді құрап отыр. Соңғы кезде еліміздегі су қоймаларының жайы халықты қатты алаңдатып отыр. Соның бірі Тараздан жоғары тұратын Қырғыздың плотинасы Киров бізге айрықша қауіп төндіріп тұр. Мәселен, қаладағы Тектұрмас көшесінде орналасқан тұрғын үйдің бірін бірер күн бұрын су шайып кеткен. Ауланың 3-4 метрін қатты су ағысы қопарып кетті дейді Талас өзенінің жағасында тұратын тұрғын. Ауламыздың 3-4 метрін мына Талас өзенінің қатты ағысы шайып кетті. Шарбақтар, талдар бәрі судың астында қалды. Күнделікті өміріміз қорқынышпен өтуде. Отбасым үшін алаңдаймын. Оқиға орнына әкімдік тарапынан құрылған комиссия келіп, қайта жөндеу жұмыстарын бастап кеткен. Егер Киров су қоймасына қауіп төнсе, Тараз қаласы маңында 44 мыңнан аса үй су астында қалады. 150 мыңнан аса адам көз жұмып, электр қуатының берілуі тоқтатылады. Алайда төтенше жағдайлар департаменті мұндай қауіп төнбейтінін, су қоймасы қатаң бақылауда екенін атап өтті. Біздің Талас өзенінің жағалауында орналасқан Жамбыл ауданы, Байзақ ауданы және Тараз қаласының тұрғындарына қазіргі уақытта біздің су қоймадан судың деңгейі нормаға келгендіктен ешқандай дүрлігудің қажеті жоқ. Су деңгейі нормада. Сондықтан ешқандай дүрлігіп сабыр сақтауын сұраймыз. Ал әлеуметтік желілерде Шу өңірінде орналасқан Лубяный ауылының маңы су астында қалса, 1930 жылғы мүрделер қиратылады делінеді. Ол жерде бұрын Сібір жарасы мен оба ауруынан қаза тапқан адамдар жерленген. Және ол инфекция 300 жыл бойы тарайды екен. Бұл мәселе бойынша облыстық тұтынушылардың құқығын қорғау департаменті мамандары былай дейді. Шекаралас Шу өзенінің бергі бетіндегі орналасқан біздің Қордай ауданына қарасты Бетқайнар ауданының ауылының қасында жылда біздің тұтынушылардың құқығын қорғау департаментінің және аудандық басқарма қызметкерлерімен зертханалық жұмыстар жүргізеді. Ол жерде аса қауіпті індеттердің ешқандай қоздырғыш табылған жоқ. Бүгінгі айтып жатқан Киров су қоймасынан артығымен тастап жатқан су ол Талас өзенінің бойымен жүреді. Шу өзеніне бармайды. Сондықтан ол жақтан ешқандай аса қауіпті ауру тарау деген бүгін қауіп ешқандай жоқ. Айта кетейік, Талас өзенінің жылдық су қоры 1,6 миллиард текше метр. Осының 0,8 миллиард суы біздің еншімізде, яғни өзен суының 50%-ын біз, 50%-ын қырғыздар пайдаланады. Сақтықта қорлық жоқ. Жауапты мамандар бүгінгі таңда Жамбыл облысына айтарлықтай қауіп төніп тұрмағандығын алға тартады. Жансұлу Дүйсенәлі, Марат Таубаев, 7-7 Ньюс.